Папа, мама, танысып қойыңыздар. Бұл менің болашақ жарым Айгүл. Біз екеуміз үйленеміз. Я, жаным? Я. Әрине, сіздердің шылттарыңызбен. Үйле саласыңдар ма? Айгүл. Айгүл менен? Я? Ал мен не дейін? Бақытты болыңдар. Өз рұқсатымды бердім. Өте қуаныштымын. Негізі екеуің ешқандай да үйлесіп тұрған жоқсыңдар. Біреуің дәу, біреуің мынадай кішкентай. Мама, ол жақсы емес пе? Мен дәумін, ол кішкентай. Ертең балдарымыз нормальный болады. Ал онда көрейік. Мына біздің Тиіскенттер әулетіне жақсы келін бола аласың ба, жоқ па? Мына менің немерелеріме жақсы ана бола аласың ба, әлде жоқ па? Содан кейін мен мына шөберелеріме жақсы әже бола аласың ба, әлде жоқ па? Сонан кейін менің мына шөпшектеріме... Адамдар деген сонша уақыт өмір сүре ала ма? Я, әрине, енелер сүре алады. Я, дұрыс. Содан кейін менің өтетей балапанымды, кішкентай қошақанымды балу. Осы баламды сен асырай аласың ба, жоқ па? Негізі еркектер әйелдерді асырау керек қой. Баламды мен асырадым. Менің енем асырады. Енемнің енесі асырады. Енді сенің кезегің асырайтын. Асыраймын дей салшы, жаным. Жаным, кімді дейсің? Ой, сізді, мама, сізді. Қадау, шуным, Ал енді кірсек, тексеріп көрейік. Жасың нешеде? 27. Құдай жаным, білем, ғой сен жасың 27 екен. Айгүл кімін айтып жатыр? Тілің жоқ па, өзіне айтпайды. 27-де. Жарайды. Сен резюмеңді алып келдің ба? Я, әрине. Көрейік. Жасы 27-де. Келін болу тәжірибесі жоқ. Жақсы. Мақсаты менің балама күйеуге шығу. Жақсы. Ай. Бұрын жігітің болған екен ғой. Я. Онымен неге айырылысып кеттің? Өйткені сіздің балаңызды кездестірдім. Қадау, менің балапаным красавчик қой, красавчик. Кез келген қызым сындырады. Әрі қарай көрейік. Ағылшын тілін мүлткісіз меңгерген дейді. Бізге оны қажет жоқ. Әдеби қазақ тілі қажет жоқ. Қазақ тілін өзімді жақсы білем. Түрік тілін жақсы біледі екенсің. Маған ана түркше сериалдарды аударып беріп отырасың. Жұмыс орны банк дейді. Банк деген ол енді жақсы. Аналитикалық бөлім дейді. Бұл жаман. Бізге несие бөлімі керек, қарағым. Мынау не дейді? Мінездемеңді оқиық. Ой, жақсы екен. Керемет жазыпты. Қандай керемет. Кімнен екен мынау? Мамам жазған. Мамамнан? Я. Ол есептелінбейді ғой. Тұра тұрмыз. Мен әлі скрипкада ойнауды білем. Сосын мен магистратураны бітіргем. Қазақ аруы 2013. Я. Қазақ ауру 2013. Сен одан да маған айтшы, палау жасау білесің ба? Я, әрине істей аламын. Білсең көрсет онда, өзімде қарным ашып отыр. Неге соншама көп дайындағансың? Өзін экономистін деп қояды. Ертеңге дейін қалсын дегенім ғой. Ертеңге? Қайдағы ертеңге? Ондай қулығыңыз каспайды. Түске бір тағам, кешке бір тағам, қысқасы бір-біріне ұқсамайтын болсын тағамдар. Жарайды, мен түсіндім. Салғыласпа менімен. Дәм татып көрейін. Тасы жоқ.
көп болып кетті ғой, сүйек қой мынау. Май көп қой мынауың, маған ұнаған жоқ. Істеген тамағың ешқандай да дәмді емес. Барлығын жеп қойып, енді ғана айтып тұрсыз ба? Енді дәмді болатын шығар деп мен іздендім ғой. Мама, тамақ негізі дәмді болған. Құдай жоным, әрине дәмді болған. Шындығында да тамақ өте дәмді болыпты. Тамақты өте жақсы, менен де жақсы дайындайтын адамға бұл үйде орын жоқ.